Сәлеметсіздер, менің қадірменді көрермендерім. Мен сіздерге өте қарапайым дүние үйрететін боламын. Қазандарымызды, сковородкамызды, тағы да басқа да заттарымызды, ыдыстарымызды, яғни қалай ағарту оңай және тез ағаратын тәсілді үйрететін боламын. Қараңыздар. Міне достар, енді мынау қайнаған суға осылай көп мөлшерде толтырып аламыз. Себебі 2-3 ыдысыңызды толығымен сыю үшін осылай толтырып алуға жөн көрдім. Ол үшін ыдыстар толық бетімен болып тұру керек, және қазанымызбен мына сковородкамызды ағартып аламыз. Мінекей. Арнайы сіздер үшін осылай әдейілеп жумай жүрдім, ағарту үшін. Міне қараңыздар. Қазіргі түрі. Алдағы уақытта осы қандай әдемі боп, жап-жаңа боп, күшті боп шығады. Так, енді біз міне қараңыздар достар, суымыз дайын. Біз оны өшіре саламыз. 80 градус ыстық болса, 80 градуста, соның өзі жеткілікті. Және оған сыю керек, бұл ыдысқа қазанымыз және сковородкамыз сыю керек. Ол үшін ыңғайлы болып сыю үшін біз бауын шешіп алдым. Бізге керекті ағартқыш үшін керекті заттар, ағарту үшін бізге сым, тіс пастасы, жай үйде қолданатын қарапайым, және ас содасы. Кола да қажет болады. Міне осы заттар өте қажет болады. Үй жағдайында қолданып ағартсаңыздар өте оңай. Енді қараңыздар достар, міне ас содасын қолданамын. Оған осы ыстық қайнап тұрған суға 2 ас содасын салам. Бисмиллах. Міне көрдіңіз бе қандай рәттер берді? Бисмиллах. Бастаймыз ыдыстарды ағартуымызды. Мінекей осы ыстық қайнап тұрған суға салдық. Енді қараңыз. Табамызды саламыз. Қолдарыңыз байқаңыздар, күйіп қалмасын. Және қазанымызды салып қоямыз. Міне қараңызшы, ішімен, сыртымен батып тұр. Міне осылай қақпағы сыймай қалды. Енді қазанның, сковородканың өзі ғана сыйды осы кастрөліме. Енді бұның қақпағын осылай жауып қоясыздар 30 минутқа. Жауып күтесіздер кішкене. Енді достар, 30 минуттай бұқтырып қойдық. Қайталап отты жағамызда астын. Осы коламызды аса қатты көп мөлшер емес, кішкене ғана коламыздан құямыз. Осылай қазанға құйып шығамыз. Енді қараңыз достар. Қараңызшы, қандай күшті болып. Мен жаңа нанды сала салдым. Енді бір шеттен алып тазалай береміз. Тіс пастасымен осылай жуып аламыз, құйып. Ас содасын кішкене себелейміз. Өте қатты, шыныны қатты жылтыратады және майы кетеді. Тура жап-жаңа сияқты болып шыға келеді достар. Үй жағдайында өте қолда бар нәрселерді осылай ағартып, әдемілеп отыруға болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде, достар. Міне қараңыздар, мен перчатка алмай-ақ, қолғап алмай-ақ, салафанды орап, осылай тазалап жатырмын. Эконом класс. Және де қыздар айта кететін жайт, осылай үй жағдайында өте оңай, жеңіл түрде тазалап, осылай жуып аламыз да. Сосын келесі ыдысымызға көшеміз. Мен жаңағы қайнап жатқан үлкен кастрюлькамның қақпағын жуып аламын алдымен. Сосын кішкентай қазаныма кірсем жууды. Бұл
кастрюлькамның қақпағын тоже зумный пастамен жуып алдым, жылтыратып. Енді қазанның қақпағын жууға кірісемін. Достар, өте оңай, әрі жылтырап, әппақ болып шыға келеді. Қараңызшы, қандай тамаша. Міне қазанды жуа бастадық. Кішкене қаттырақ ыстық суды құйып, губканың көмегімен және зумный пастамызды жағып аламыз. Сонымен ысқылай бастаймыз. Еріген майларды қайта жіптей бастайды. Қазанымыз жаймен ағара бастайды. Міне, ағарып келе жатыр. Міне, қадірменді көрермендерім, қазанымыз қандай әдемі жылтырап шықты. Міне, сковородкамның түсі өзі қара көк түсті сырланған екен. Іші сыртта осылай. Ол ақ түсті емес. Сондықтан осы болып шықты. Міне, қазанымыз кішкентай ғана әдемі жылтырап шықты.